буынды ісіндіріп, қызартып, өте қатты адам шыдауға қиналатындай ауру сезім шақыратын подагра деген ауруды естуіңіз бар шығар. Бұл әсіресе мынау біздің аяқтағы үлкен саусақтың осы буынын, плюсно-фалангты буынды тура осылай воспалять еткізіп ауыртуы мүмкін. Бұның былай түсіндіреміз. Подагра деген ол зат алмасудың бұзылысынан болатын ауру, яғни қанда зәр қышқылы жоғарылап кетіп, осыдан болған тұз буынға барып қабыну процесін шақырады. Осы қабынудан артрит пайда болады. Біз бұны подагралық артрит деп атаймыз. Бұның себебі пуринге бай тағамдарды көп қолданғаннан болады. Бұл пуринге бай тағамдар қызыл ет, бауыр, ішек қарын, теңіз өнімдері, алкоголь, немесе тәтті газдалған сусындар болуы мүмкін, немесе бүйрек ауруынан да болуы мүмкін. Бүйректегі зәр қышқылы жеткілікті бөлінбеуінен де пайда болады. Осы себептер ең жиі кездесетін себептерден. Егер осындай тағамдар қолданатын болсаңыз, бүйректе проблема болса, алдағы уақытта подагралық артритқа риск жоғары деген сөз. Сол үшін диета ұстап, тамақтануды реттеп жүріңіздер. Ал егер подагра болса, онда бізге келіп емделсеңіз болады.